Сәлеметсіздер ме оқырмандарым? Бүгін сіздермен Мұнайдар Балмолданың «Құдайға телефон соққан бала» шығармасымен бөлісуді жөн көрдім. Шығарма жан дүниеңізге жылулық сыйлайды. Үлкен кісілер алдымен өзі оқысын, кейін балаларына оқытса да болады. Шығарма адамгершілікке, имандылыққа, мейірімділікке баулиды. Киімі мұнтаздай жігіт қалта телефонмен әлдекіммен сөйлесіп келе жатып, бейтаныс ауланың маңынан аялдаған еді. Сол арада ойнап жүрген балалардың бірі мұны көре сала ағатайлап қасына жетіп келді. «Аға, сіздің телефоныңыз iPhone ба?» «Иә, солай. Артында жарты алманың суреті бар ғой?» «Иә, бар екен. Онда маған iPhone-ыңызды бере тұрасыз ба? Оны не қылайын деп едің?» «Неге менің телефоным?» «Өйткені сіздің телефоныңызбен барлық жермен сөйлесуге болады. Ең күшті телефон ғой, iPhone» деген деп балақай ойнап жүрген бір досын дауыстап шақырды. «Сәмөк, әй Сәмөк, бері келші, мына ағайда сен айтқандай телефон бар екен». Бет-аузы ойын қызығынан күйелеш болған жас шамасы 6 жастағы қағылез бала шауып келді. «Сен айтқан телефон осындай емес пе? Қарашы», деді бала осы досының жеңінен тартып. «Сен айтқан телефон осы емес пе? Қарашы», деді бала досының жеңінен тартып. «Алмасы бар ма? Алтын түстес пе?» деп пысық бала мұның қолындағы телефонды көргісі келіп бара жатыр. «Иә, бәрі сен айтқандай, бұл iPhone ғой», деді бірінші балақай. «Онда осы телефон дәл өзі, саған керегі де осы iPhone», деп бала қайтадан ойын алаңына жүгіріп кетті. «Ағай, iPhone-ыңызды 1 минутқа тіпті одан да аз уақытқа бере тұрасыз ба? Сөйлесейін деп едім. Өте маңызды бір шаруамды айтуым керек болып тұр. Ал бұл маңайда біздің көршілерімізде сіздікіндей телефон жоқ. Өтінемін, бересіз бе?» деп жалынып сұраған балаға телефонына сондай мән беріп, жолын бөгеген бұл жағдайға әлі түсіңкіремей таңғалған жігіт ағасы не дерге білмей күлімсірей берді. «Қызық екен, сөйлесу үшін кез келген телефон жарай береді емес пе? Неге міндетті түрде менің телефоным керек бола қалды?» «Ой, ағай, сіз түсінбейсіз, өйткені өзіңізде осындай мықты телефон болғасын мән бермейтін боларсыз. Сәмөк айтады, басқа телефондар әлсіз жарамайды деп. Тек сіздікіндей iPhone керек, әйтпесе мен сізге бұлай жабыспаймын ғой. Бар болғаны 1-ақ минутқа, жоға жарты минутқа ағатай. Осы арада сөйлесемін. Қорықпаңыз, алдамаймын. Беріңізші енді. Егер алдап алып қашып кетеді десеңіз, міне менің үйім. Тіпті мен сөйлесіп болғанша қолымнан ұстап тұрыңыз. Жақсы балақай, ала ғой. Өзі мұны пайдалануды білесің бе?» «Жоқ, білмеймін. Ұстап та көрмедім. Сіз маған көрсетіп бермейсіз бе?» «Көрсетейін. Сонда кімге телефон шаласың? Ол кісінің номерін білесің бе? Айта ғой, мен тезірек теріп берейін». «Мә, аға, номер жоқ. Ендеше қалай сөйлеспекшісің?» «Қазір ағатай, мен сұрап қайтайын». «Сәмөк, Сәмөк», деп бала тұра шапты. Алдыңғы баламен сөйлесіп қайтадан жүгіріп жетті. «Аға, номердің қажеті жоқ дейді. Осы телефон қосулы болса болды. Өйткені бұл iPhone ғой, өзінің ішінде функциясы бар дейді. Сөзіңізді айта бересіз, ол естиді». «Солай деп Сәмөк досым айтты. Беріңіз, мен тез» деп балақай ентіге демалды. Күтпеген тұстан пайда бола қалған жолын бөгеп, телефонын сұрап қоймаған бұл бейтаныс пысық баланың қылығына қайран қалып жолына қалған адам сағатына қарады. «Мен біраз уақыт жоғалттым. Бәлкім келесі жолы» деп баланың бұл ісін ойынға балаған азамат кетуге ыңғайланды. «Аға, ағатай, сіз кетсеңіз менің шешем ауруынан жазылмай қалуы мүмкін» деп шыр ете түспесі бар ма баланың? «Сіз сәл күтсеңіз, мен тез айтамын да телефоныңызды қайтарамын». Мұны естіген соң бұл адам шошып кетті. Қалтасына салған телефонын суырып қосты да балаға ұстатты. Бала оң қолына телефонды алып, сол қолын ағайының алақанына апарып ұстай алды. Сосын әдемі телефонды кішкентай уысына сыйғыза алмай сәл қызықтап тұрып алған бала оны құлағына жаймен апарды. «Алло, Алла тағала, менің атым Жомарт, жасым 5-те, Сәмөктің досымын. Менің саған айтайын дегенім бар ғой, менің мамам қатты ауырып ауруханада жатыр. Оған бүгін бе ертең бе ота жасайды дейді. Әкем соны уайымдап отыр. Егер мамам үйге оралмаса, онда біз жетім қаламыз. Қарындасым Қарлығаш әлі кішкентай. Сен біздің мамамызды ауруынан жазып жіберші, өтінемін. Үйде мамам болмағасын жөндеп тамақ та іше алмай қалдық. Әкем күндіз жұмыста, ол дұрыстап тамақ істей алмайды. Оған анамсыз өте қиын болып жүр. Мен бір жақсы ағайдың iPhone-ымен айтып тұрмын. Егер қажет десең жауапты сол кісіге айтарсың. Ол аға қазір менің қасымда тұр. Аға өте асығыз, онсыз да мен уақытын алдым. Рахмет саған. Мамамды тезірек емдеші, біз күтеміз. Сен аласың ғой, қолынан бәрі келеді. Жақсы енді, мен саған телефон шала алмаймын, себебі менде мұндай телефон жоқ, деп жылдамдатып сөйлеп телефонды иесіне ұсынғанда, ақ шақалы азамат көз жасына ие бола алмай үнсіз егіліп тұрды.
Иә, бұл адам Жомарт пен Қарлығаштың анасы жатқан аурухананың хирургі болатын. Баладан шешесінің аты жөнін сұрап, өзіне мұқият жазып алды және кетерінде баланың басынан сипап былай деді: Жомарт, сен өте жақсы баласың. Сенің достарың да тамаша. Алла тағала сенің сөзіңді естіді деп сенемін және қарындасың екеуін жетім қалмайсыңдар. Олай ойлама. Алла саған сөзсіз жауап қайтарады. Оны мен саған өзім міндетті түрде хабарлаймын. Жақсы ма? Ал қазір бара ғой. Айтпақшы, мына ақшаға достармен бірге балмұздақ алыңдар. Сөйте ғой, бар енді, бар деп дауысы дірілдеп, көзінің жасын жеңімен сүртіп, үйдің тасасына сіңе берді. Жомарт қолындағы теңгеге бір үні жарықшақтанып толқып кеткен ағайының кеткен жағына бір қарап тұрды да артынан айқайлады: Ағай, сізге көп рахмет, сіз өте жақсы адамсыз. Үй тасасындағы дәрігер баланың бұл сөзін еміс-еміс болса да естіді. Естіген бойда жылады, жымиды, тағы жылады. Жомарт бұл сәтте достарына қарай тұра шапты: Балалар, жаңағы жақсы ағай бізге балмұздақ алыңдар деп ақша тастап кетті. Міне, кеттік деп мәз. Балалар да улап-шулап қуанып оның артынан жүгірді. Сәмөк дейтін есте арлауы Жомарт ол кісі шынымен де жақсы кісі екен. Құдаймен сөйлесуге айфонын берді. Енді сені мамаң тәуір болып кетеді деп дауыстайды. Барлығы көшені бастарына көтере айқайлап жүгіріп барады. Арада бірер күн өткенде балалар тілімен айтқанда жақсы ағай, яғни дәрігер Тәңірберген Дулатұлы Жомарттың үйіне іздеп келді. Балалар аулада жүр екен, бірақ араларында Жомарт жоқ. Сәмөк, сенің атың солай ма еді? Саматпын ғой. Жомарт үйінде қарындасын бағып қалды, ал әкесі Қанат аға ауруханаға кеткен. Білемін, маған пәтерін көрсетіп жіберші деп дәрігер Саматтың соңынан ілесті. Есіктің қоңырауын басқан Самат дауыстап жатыр: Жомарт, саған жақсы ағай келіп тұр, есігіңді аш. Есік ашылғанда табалдырықта 2 жасар қарындасын жетегіне алған Жомарт тұр. Жүзінде таңданыс бар. Жақсы ағайдан жақсы хабар күтіп тұрғаны көзінен көрінеді. Ағай да көп күттірмеді. Жомарт, балам, сендердің аналарының жағдайы жақсы, отаны шүкір өткерді. Қазір оңаша палатада демалып жатыр. Жанында әкеңіз бар, ештеңеге алаң болмаңдар деп Қарлығаштың басынан сипады. Жақсы ағай, сіз мұның бәрін қайдан білесіз? Сізді Алла жұмсады ма маған осының бәрін айтып бар деп? Иә, Жомарт, өзі де солай. Жарайды, мен барайын. Айтпақшы, мына телефон сенде болсын. Саған сыйлығым, сау боп тұрыңдар деп дәрігер кішкентай Қарлығаштың шашынан және бір сипап балаға телефон ұстатты. Енді бұрылып үйден шыға бергенде балалардың әкесі де келіп қалды. Тәңірберген Дулатұлы, сіз мұндасыз ба деп таңырқап жатыр. Иә, мен осы арадан өтіп бара жатқамын. Балаларыңызға анасының амандығын айтып, сау саламатта болыңыздар. Жұбайыңыз жазылып кеткенше 1 айдай болатын болар. Бәрі жақсы болып жатса үйге шығарамыз. Келіп тұрасыз ғой әзірге деп шығып кетті. Самат та оның алдына түсіп алып, әлденені айтып шауып барады. Әкетай, жақсы ағайды сіз қайдан білесіз деді Жомарт. Неге білмеймін, білемін. Ол сендердің мамаларыңа ота жасаған дәрігер. Өте жақсы адам, бәрі мақтайды. Қолы алтын хирург дейді. Құдай жар болып сендердің шешелерің осы кісінің қолына түсті. Тәжірибелі дәрігер екен. Адаммен сөйлесуінің өзі бөлек. Дәрігер, солай ма? Ол ағай деген маған Аллаға анашым жайлы айтып, көмек сұрауыма мына айфонын берді. Бұл қазір сенде қайдан жүр? Қымбат дүние ғой өзі. Қалай дейсің? Айфон дейсің бе? Аты әдемі екен. Айдан басталатын біртүрлі қазақи естіледі. Менің ай күнімдей деп әкесі ұлының сөзін бөлді. Оның не деп жатқанын жөнді ұқпаған кейіп танытады. Жақсы ағай жаңа келгенде сыйлап кетті. Енді сен ауыра қалсаң да осы телефонмен Құдайға хабарласамын. Енді біздің үйде ешкім ауырмайды. Құлыным-ай, телефонмен Құдайға хабарластың деймісің деп әкесі ілкі сөздің ұшығын санасынан енді өткізіп, алтындай жарқыраған телефонды қолына алып, әрі-бері аударып қарады. Иә, әке, осы телефонмен мен Аллаға анамыз жайлы айттым. Емдеп тезірек үйге жіберші дедім. Сөйтсем бұл айфонның иесі анама ота жасайтын дәрігердің өзі екен. Әке, енді анашым үйге келеді емес пе? Солай ғой да? Иә, құлыным, ақылынан сенің. Қарлығашым, ботам менің, жүріңдер, табалдырықта неғып тұрмыз, ертең бәріміз мамаларыңа барамыз. Екеуінді көріп қуанып қалсын деп әке жүрегі елжіреп көңілі босады. Қолындағы жылтырақпен Құдайға телефон шалдым дейсің бе балам? Өйтуге бола ма екен деп сөйлеп басын шайқап күліп барады. Шіркін-ай, періште пейіл құлындарым-ай, жасаған сендердің осы бейкүнә болмыстарыңа бола ай күніме өмір сыйлағаны шығар. Баламысың деген Аллаға телефон шалуға бола ма? Періште жүрек-ай,
Әйтсе де iPhone, ай күн, қызық ей, жұмартым менің, сенің періште үніңді естіген Алладан айналдым деп ойлап, Қанат әке бәріне шүкір қылды. Иә, бұл оқиғаның қиюы келісіп, әдемі өрлеуі Қазекемнің құдайсыз қурай сынбайды деген сөзінің тағы бір дәлелі, ойлыға ғибрат екен.